Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз дәптерді ашып бүгінгі күнді жазамыз. 1 наурыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз адамның бір қызығы бала деген. Жазып қоямыз. Сендерде ол 155 бетте. Бүгінгі өтетін жұмысымыз, істейтін жұмысымыз үстеулердің мағыналық түрлері. Өткен сабақта біз мезгіл және мекен үстеуін өткен болатынбыз. Бүгін мақсат және күшейткіш үстеулерімен танысамыз. Күшейткіш үстеуі заттың сынын немесе қимылдың іс-әрекеттің белгісін, сапасын күшейтіп, не солғындатып көрсететін үстеу. Оның сұрағы қалай, қандай? Оның сөздері қараймыз. Есте сақтаймыз осыларды. Әбден, тым, ең, ылғи, кілең, сәл, өңкей, тіпті, нақ, мүлдем, дәл, нағыз, керемет, орасан, аса, өте. Келесі бізде мақсат үстеуі. Бұл іс-қимылдың болу мақсатын білдіреді. Ол қалай, не мақсатпен деген сұрақтарға жауап береді. Әдейі, әдейілеп, жорта, қасақана. Бұл оның сөздері. Осы сөздерді есте сақтаймыз. Тапсырма. Мәтінді бірінші жақсылап мәтінді оқып аламыз мына жердегі бата туралы. Одан соң ішінен күшейткіш және мақсат үстеулерді тауып теріп жазып аламыз. Екеуін екі бөлек жазамыз. Келесі тапсырма мына жердегі сөздерді, сөз тіркестерін құрастырамыз. Бұл жерде үстеулер бар және екінші жағына онымен тіркесетін, байланысқа түсетін сөздер бар. Осы сөздерді байланыстырып, сөз тіркестерін жасаймыз. Келесі сабаққа мақсат, мезгіл, күшейткіш, мекен. Осы 4 үстеудің сөздерін жаттап келеміз балалар үйде.